Роналду өз клубында бүлік шығарды. АПЛ клубтары қысқы трансфер кезінде қанша ақша құртты? Айқай-шуға жаны жақын Винисиус қай клубтармен келіссөз жүргізді? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Ассалаумағалейкум достар. Біз шетел бол арнасы әлем футболындағы қызықты жаңалықтармен, инсайттық ақпараттармен бөлісіп, футболшылардың ақшасын санаймыз. Жалпы айтқанда футбол жайлы қазақша контентті дамытудамыз. Егер біздің арнаға жазылмаған болсаңыз, кішкене ғана уақытыңызды бөліп тіркедіп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл біздің түсірген дүниеміздің көп қаралым жинауына әсер етеді. Біз негізінде осы қаңтар айындағы трансфер кезеңінде орын алған ең үздік 10 трансферді тізіп шыққымыз келген. Бірақ қысқы терезеде айтарлықтай керемет трансферлер болған жоқ. Клубтар бұл кезде көп трансфер жасамай, тек жарақат алып қалған ойыншыларын дереу алмастыруды көздейді. Маусымның қақ ортасында өздерінің топ футболшыларымен қоштасатын клубтарда жоқтың қасы. Бүгін біз топ 5 лигадағы клубтардың қандай трансфер жасағанын айтатын боламыз. Ең алдымен Ла Лигадан бастайық, себебі біздің көрермендерді дәл осы чемпионаттың клубтары, атап айтсақ Реал мен Барселона жайлы жаңалықтар қызықтырады. Оны арнаның статистикасынан да байқауға болады. Барселона қорған шебін нығайтып, каталониялықтарға жақсы таныс Жоао Канселоды жалға алды. Блауграна 31 жастағы қорғаушыны Әл-Хилальдан маусым соңына дейін өз қатарына қосты. Португалиялық футболшы 2023-2024 жылдары Барселона сапында өнер көрсетті. Бір маусым ойнаса да жанкүйерлердің жүрегін жаулап алды. 42 матчқа қатысып 4 гол мен 5 нәтижелі пастың авторы атанды. Ханси Флик оны негізгі құрамға ойнату үшін алған жоқ. Себебі қос қапталында Жюль Күнде мен Алехандро Балде бар. Біреу жарақат алса, немесе оларды демалдыру үшін шығарып тұратыны белгілі. Егер орталық қорғаушылар жетпей жатса, Күндені центр деф ретінде шығарып, Канселоды оң қапталға қоятын опция да бар. Барселонаға келгелі бері португалиялық қорғаушы мүмкін болған 6 матчтың 2-іне ғана қатысты. Жалпылама айтқанда 89 минут қана ойнады. Сондай-ақ каталониялық клуб Марк-Андре Тер Штегенді шығарып салды. Неміс қақпашысы әлем чемпионатына бару үшін ойын практикасын алғысы келді. Жирона клубы мұны түсініп, Блауграна капитанын маусым соңына дейін жалға алды. Бірақ Тер Штегенге әлем чемпионатына бару бақты бұйырмайтын сияқты. Келесі алысымен ойын нөмірінің болмауына байланысты мәселе туындады. Испания чемпионатының ережесіне сәйкес қақпашылар тек 1, 13 және 23 деген нөмірлерді ғана тағалады. Ал Жиронада үшеу де бос емес. Сондықтан ережені бұзып 22 нөмірмен шығуға мәжбүр болды. Жиронадағы екінші матчында неміс қақпашысы жарақат алып, 2-3 айға қатардан шықты. Енді жарақатынан емделу үшін Барселонаға қайта оралуы мүмкін. Барселона қаңтар айында талантты футболшысынан айырылды. 18 жастағы жартылай қорғаушысы Дро Фернандес ПСЖ-ға ауысып кетті. Парижді клуб бұл трансфер үшін 8 миллион евро төледі. Жас футболшы 4 жылдық келісімшартқа қол қойған екен. Бұдан Ханси Флик қатты ренжіді. Фернандестің айналасындағы агенттер оны ақшамен алдаған секілді. Әйтпесе Флик мырза да оған қажетті ойын уақытын беруге дайын болған. ПСЖ алдап шақырып алса болды. Одан кейін ойнаса да ойнамаса да көнуіне тура келеді. Дро ПСЖ-ға ауысқалы бері мүмкін болған матчтың 2-іне де қатыспады. Бірақ өттінімге енген екен. Реал әдеттегідей тыныш отыр. Флорентино Перестің әдеті белгілі ғой. Бір алғанда 5-6 ойыншыны әкеліп, біраз уақытқа дейін ешкімді сатып алмайды. Әсіресе қаңтар айында ешкімді ала қоймайды. Қазір Мадридтік клубтың жағдайы мәз емес. Команданы бапкерлік тәжірибесі аз Альваро Арбелоу тізгіндеп отыр. Күні кеше Испания чемпионатында Райо Валиканоны зорға ұтты. Бенфикадан масқара боп жеңілгенін барлығы көрді қойынды. Бірақ Перес дәл қазір жаңа бапкер шақырып, ақша құртқысы келмейтін секілді. Реалдың бір бас істеген жері Эндрикті жалға берді. Лионға ауысқалы бері бразилиялық шабуылшы команданың ғана емес, Франция чемпионатының жарық жұлдызына айналды. Бара салып Лиль қақпасына гол соқты. Брестпен болған ойында ассист жасады, ал Метске қарсы матчта хет-трик рәсімдеді. Лион Эндрикті жалға алғаны үшін Реалға бір тиын да төлемеуі мүмкін. Себебі бразилиялықты әрбір 5 матчта негізгі құрамнан шығарған сайын жалға алу құны 200 000 евроға азайып отырады. Маусым соңына дейін 25 ойынға қатысса, Реалға төлеуге тиіс болған 1 миллион евро өз қалтасында қалады. Мадридтік клуб ақша алмағанымен футболшысы ойын практикасына қарық болайын деп тұр.
Демек, бұл екі тарапқа да пайдалы трансфер екен. Хаби Алонсоның тұсында қосалқы құрамда жылап отырған Эндриктің бұл трансферіне риза болсаңыз, видеоға лайк басып кетіңіз. Барселона және Реалмен жыл сайын бәсекеге түсетін Атлетико бұл жолы бір жақсы трансфер жасады. Диего Симеоне шабуыл шебін күшейту үшін Аталантадан Адемола Лукманды 35+5 миллион евроға сатып алды. Өткен маусымда 28 жастағы нигериялық футболшы 40 матчқа қатысып, 20 гол мен 7 ассистті өз атына жазған еді. Сөйтті, жаңа маусым басталмай жатып Интерге ауысқысы келген. Бірақ клуб басшылығы оны жібермей қойды. Нәтижесінде Лукман бір ай бойы жаттығуларға келмей жүрді. Кейінірек қатарға қосылғанымен, бұл маусымдағы нәтижесі көңіл көншітерлік емес. Италия чемпионатына 12 матчқа қатысып, небәрі 2 гол соқты. Оның үстіне Аталантаның бас бапкерімен қырылып қалған екен. Енді Атлетикода өзін көрсетпесе, бұл жақта Хулиан Альварес пен Александр Сёрлоттың көлеңкесінде қалып қоюы мүмкін. Трансфер нарығын жарып жатқан лигалардың тізіміне Түркияны да қоссақ болады. Соңғы жылдары жұлдызды футболшылар ұялмай осы жаққа атбасын бұруда. Бірақ бұл жаққа мансабын аяқтау үшін емес, өздерін көрсетіп басқа клубқа ауысу үшін келуде. Түркиялық клубтар жалақысын беру кезінде қиналмаса, алған ойыншыларын сол бағаға сатып жатыр. Бұл қыста Суперлига клубтары қатты шығындалмады. Топ трансфер ретінде Матео Гендузидің Фенербахчеге ауысқанын айтуға болады. Трансфер құны 28 миллион евроны құрады. Түркияда қысқы трансфер кезеңі 10-шы ақпанда жабылады. Фенербахче ол уақытқа дейін тағы бір рет трансфер нарығын жаруы мүмкін. Әл-Иттихадта жүрген Нголо Кантеге көз тігіп отыр. Француз футболшысы Европаға оралу үшін жалақысын азайтуға келісімін берген екен. Енді қос клуб ортақ мәселеге келсе, Канте қайтадан Европада доп тебеді. Италия чемпионатында да ауыз толтырып айтатын трансферлер болған жоқ. Аталанта Лукманның орнына Атлетикодан Джакомо Распадориді алды. Ювентус Жереми Боганы қатарына қосты. Ромаға Дониэль Мален мен Брайан Сарагоса келді. Милан Никлас Фюлькрукты жалға алды. Міне, А сериясында осылар ғана. Енді жыл сайын трансферлерге мол ақша жұмсап, рекорд қоятын АПЛ-ға тоқталайық. Қаңтардың топ трансфері деп Антуан Семеньоның Борнмуттан Манчестер Ситиге ауысқанын айтуға болады. Трансфер құны 75 миллион евроны құрады. Ганалық футболшы Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Манчестер Юнайтедтің ұсынысынан бас тартып, Пеп Гвардиоланың командасына ауысты. Ман-Ситиге бара салысымен негізгі құрамның ойыншысына айналды. 5 матчқа қатысып, 4 гол мен 1 нәтижелі пастың авторы атанды. Қалалықтар осы маусымда қорғаныс шебінде үлкен мәселеге тап болды. Негізгі футболшылардың жарақат алғанынан Абдуқадыр Хусанов үшін пайдалы болды. Өзбек бауырымыз Ман-Ситидің соңғы 8 ойынында 90 минуттан ойнап шықты. Жанына қоятын қорғаушылардың болмағаны соншалық 20 жастағы Макс Аллен негізгі құрамнан шығып жүрді. Бірақ Пеп Гвардиола үшін трансфер жасау қиын шаруа емес. Басшылар қайтады, тез арада басшылары жаңа футболшы сатып алады. Бұл жолда солай болды. Кристал Пэластан 25 жастағы англиялық қорғаушы Марк Гехиді 23 миллион евроға сатып алды. Кейбір спорттық порталдарда Геи деп аталатын бұл қорғаушы соңғы жылдары Кристал Пэластың негізгі қорғаушысы болды. Сондықтан бұл да Ман-Сити үшін өте арзанға түскен топ трансфер болды. Бұл ақшаны қалалықтар Оскар Бобты Фулхемге сатып қайтарып алды. Олар норвегиялық футболшы үшін 31 миллион евро төледі. Былтыр ғана талантты футболшы ретінде саналып, клубтың болашағына баланған Боб ауыр жарақат алып, қатардан ұзақ уақытқа шығып қалды. Енді өзінің Фулхэм сапында көрсетуі тиіс. Ливерпуль қаңтар айында қимылдамады. Қимылдауға шамасы да, ақшасы да жоқ шығар. Өйткені жазда жарты миллиард евро жұмсаған жоқ па? Жаңадан келген ойыншылары енді ғана нәтиже көрсетуде. Салах та Африка кубогынан келіп, баяғы бабына қайта енуде. Маусым басындағы сәтсіз ойыннан кейін Сауд Арабиясына кетеді деген сыбыстар шыққан еді. Енді кем дегенде жазға дейін бұл тақырып жабылды. Тоттенхэм құр жатпай Атлетикодан Конор Галлахерді 40 миллион евроға сатып алды. Англиялық футболшы ұзақ жылдар бойы Челсидің академиясынан тәлім алды. Сол клубтың намысын қорғады. Бірер жыл бұрын ойын практикасын алу үшін Испанияға аттанған еді. Міне, араға уақыт салып Лондонға қайта оралды. АПЛ-ға бейімделіп үлгерген футболшы екенін ескерсек, бұл трансфер Тоттенхэм үшін өте пайдалы болады деген үміт бар. Енді қаңтар айында трансфер нарығында көп ақша жұмсаған лигаларды тізіп өтейін.
Бірінші АПЛ 442 миллион евро, А сериясы 237 миллион евро, Лига 1 101 миллион евро, Бундеслига 96 миллион евро, Ла Лига 75 миллион евро, Түркия Суперлигасы 70 миллион евро. Сөз соңында Сауд Арабиясында орын алған трансферді айтпасқа тағы болмайды. Кәрім Бензема Әл Иттихадтан кетіп, Әл Хилалға ауысты. Бірақ бұл трансфер Криштиану Роналдуға ұнамады. Себебі Әл Хилал чемпиондық үшін таласта Әл Насырдың басты бәсекелесі саналады. Қазір екі команданың арасын бір ғана ұпай бөліп тұр, ал Әл Иттихад 6-шы орында келе жатыр. Роналду Сауд Арабиясының мемлекеттік инвестициялық қорының жасап жатқан бұл әділетсіздігіне шыдай алмаса, Әл Риядпен болған ойынға бойкот жариялады. Бұл матчқа португалиялық шабуылшы қатыспағанымен Әл Насыр 1-0 есебімен жеңіске жетті. Криштианудың пікірінше жаңағы қор Әл Хилалға көмектесіп Әл Насырды бір шетке ысыруда. Негізінде барлық клубқа бірдей ақша бөлінуі керек. Бірақ Роналдудың командасына ойыншыны алып бермеген. Енді чемпиондық үшін талас Роналду мен Бензема арасында өтейін деп тұр. Әзірге Криштианудың бойкот жайлы әрмен қарай қандай шешім қабылдайтыны белгісіз. Осымен топ 5 чемпионатта қысқы трансфер кезеңі жабылды. Клубтар бұл жолы көп шығындалмай, бар ақшасын алдағы жазға алып қалды. Бұл топқа тағы қандай трансфер кірмей қалды? Міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Егер осы видео 300 лайк жинаса, біз келесі шығарылымды бірден желіге саламыз. Осымен шығарылымымыз аяқталды. Сіздермен болған шетел бол арнасы келесі кездескенше.